Армысыздар, ардақты ағайын. Сіздер өздеріңіз жақсы білесіздер, халық медицинасы ол ғасырдан ғасырға келе жатқан үлкен тарихи дүние. Енді мұнда сынықшылық өте керемет бізде дамыған, және басқа да осы рухани ем және шөппен емдеу бізде сонау көшпелі халықта өте кең тараған медициналық осы халықтық медицина. Онда жаңағы өте бойдақ деген бабамызда осы халықтық медицинаны үлкен деңгейге шығарып зерттеп кеткен адамдардың бірі. Сондықтан да біз бұл халық медицинасының көптеген құпияларын әлі де аша алмай жатырмыз. Міне бүгін біз мына Байзақова 299-дағы кабинетке мен Айсұлу апама келіп отырмын. Міне өздеріңіз қарасаңыздар, Айсұлу Әмбес қызы бұл кісі өзінің саналы ғұмырының көбін осы халық медицинасына арнаған, және бізде қалай мына жауырын дейді ғой, ата бабаларымыз сонау көшпенді халықтар мына 4 жауырынмен бала ашқан. Бірақ та оны қазір көбі әлі де сақтап қалмаған, көбі бұның құпиясын біле бермейді. Сондықтан да осы жауырынмен ашу құпиясын бойына сіңіріп өзінің ата бабасынан алып келе жатқан Айсұлу апамыз, және бұл кісі қорғасын құяды, басқа бұл қорғасын. Міне ата бабаларымыздың құдіреттілігі, кереметтілігі осында. Әр нәрсенің, мысалы үшін халық ұрпақтан ұрпақ соның қасиетін, соның не екенін білу үшін әр қайсына өзіне ат қойып кеткен ғой. Сонда мына қорғасын деп. Бұл енді кәдімгідей енді мына адамдарды қорғайтын бір металл екенін жеткізу үшін осыны қорғасын деп атағанда, енді біз алдымен мына жауырынға тоқталсақ, Айсұлу апа, бұл сіздің бойыңызға қайдан сіңген, бұны қалай меңгердіңіз, бұның құпиялары неде, осыны өзіміздің көрермендерімізге айтып отырсақ. Бұл жауырын туралы айтатын болсақ, бұның өте ерте заманнан көшпенді бабаларымыздан қалған мұра, асыл мұра. Бұл жауырынды кешегі өмірден өтіп кеткен біздің Абылайхан бабамыздың жауырыншылары болған, Бекет бабамыздың жауырыншысы болған, Райымбек бабамыздың жауырыншы болған, кешегі өткен бүткіл осы халықтың қамын жеген, қазақ үшін жанын пида еткен батырларымыз, батыр аналарымыз, батыр әке бабаларымыздың қасында жауырыншылары бірге еріп жүретін болған. Бұл жауырыншылардың мағынасы неге? Қазақ ата бабаларымыз көшпенді, оны тарихтан білесіздер. Сол көшпенді бабаларымыз қысы жазы көктемде жайлауға көшеді, қыста қыстауға көшеді. Сол уақытта халықты аурудан, малды келатқан жаман бәле-жәледен алып қалу үшін жауырыншыны жіберіп көшетін жақты болжатады екен. Егер де сол көшіп баратқан жақта оңтүстікке, солтүстікке, батысқа қарай қай бағытқа көшетін болса, жауырыншы барып, әуелі жауырын ашып зерттеп қарап қайтады екен. Таза жер болса, малын айдап бірінші апарып қоныстандырады екен. Егер о жақ таза емес, өлген малдың жаңағы сүйек саяғы қалса, ауру тараған жер болса, о жақта аластап, жаңағы қорғасымен аластап, адыраспанмен аластап, сосын бір топыраққа көміп, қайтадан инфекция тарамайтын, жаңа ауру тарамайтындай қылып күтіп ұстайды. Сондықтан біздің мына кең байтақ батыстан оңтүстікке, оңтүстіктен солтүстікке жатқан шартарап қазақ елін біздің кешегі бабаларымыз осындай сақтықпен, осындай мәдениетпен, осындай жаңағы медицинаны қазақта айтады оқымаған деп, олай емес. Қазақтың ата бабасының барлығы, кешегі көшпенді бабалардың барлығы оқымаған академик болған. Олар сонда жеке қарабас үшін емес, қазіргі замандағыдай. Заман өзгерді ғой, заман жамандау.
бірақ олардың барлығы қазақтың ұрпағы аман есен өсу үшін осы бүткіл құбылыстың барлығын сақтап келген. Сондықтан мынау жауырынды, бұл жауырын маған 2000 жылы Бекет бабаның еліне барғанымда сонда аянмен қонды. Сөйтсем менің тұқымымда жауырыншы апайымыз болған екен, ол кісі 40 жасында қайтқан екен соғыстың алдында. Сол жауырынды ұстайтын бізден ұрпақ қалмай, күндердің күнінде сол жауырын адасып кімге қонарын білмей қиналған уақытта 2000 жылы осы жауырынды Бекет баба маған аянмен айтты: қарағым, тұқымыңда жауырыншы болған адасып өліпті ғой. Әкеңнің тұқымынан бір адам 40 жасқа келіп. Енді осы жауырынды үйіңе барған бойдан ұста, үйіңде 4 жауырын күтіп тұр деді. Мен атаны көзбе-көз кәдімгі таң алдында, таңғы 3:30-да атаны көрдім. Сонда ата маған көзіме елестегенде ұзын бойлы, әдеміше келген, жұқалтақ кісі екен. Басында патшалар киетін алтын корона, кеудесінде алтын жұлдыздар бар, белінде бабалардың 5 мынандай әлгі белгі, күміс белбеу батырлар таққан. Бір қолында өзінің бойымен бірдей алтын таяқ, бір қолында патшалардың құмананы сары бүйтіп шүмегі жіңішке сондай құман. Кіріп келген кезде мен атаның аяғына жығылып, ата кешір деп екі аяғына қолымды қойып жылағанымда алтын таяқпен басымнан иыққасымнан былай көтерді. Жай қолыңды деді, қолым жайдым. Мен алтын қолманнан 3 рет су құямын, бетімді жуып, саған жылауға болмайды балам деді. Үйіңе барғанда үйіңде 4 жауырын күтіп тұрады деді. Мен осы сол көрген аянымды ешкімге айтқан жоқпын. Таңертең тұрып, атаның суы ғой деп, ақтаудан жаңағы суды ағызында бетім шайып үйге келдім, шаруаны білдіріп. Үйіме келсем, келінім айтады: мама, үйде бір сүйек саяқ тұр дейді, көрсетейін ба дейді. Сосын жарайды, көрсет. Сөйтсем үйдің қасында бір шашлық жасайтын үй бар, бір табақ сүйек алып келіпті. Еттер алынған ғой, енді шашлыкқа дайындаған. Соны кейін жайып 500 теңгеге ал десе, келінім айтты: ағам, мен үйде ет жоқ, ана кісі бір рет шығып кетеді да қайтып келеді, екінші келгенде ер адам ғой, ренжіп кетер депті да 500 теңге беріп жаңа сүйек сияқты алып қалыпты. Кішкене бірақ енді көп емес енді. Содан ең соңында мына 4 жауырын қалады ғой. Енді мына айтсаң ол тарих, енді адам сенбейтін дүние, енді шындықты айтқанда бұл адам сенбейтін дүние. Құбылыс, Алланың бір құбылысын, оны мен қалай сендіріп айтатынды өзім де білмеймін. Неге 4-ü? Сонда мына 4 жауырынды қайнатып мен осы мекемеге алып келдім да, өмірімде бірінші рет ұстаған, маған үйретуші адам болған жоқ, оқытқан адам болған жоқ. Аянмен осы 4 жауырын қонды ғой. Сонда маған бірінші келген ой, 4 жауырынды алдыма қойдым да осылай. 4 құбылас тең адам бар ма деген бір сондай сұрақ қойдым өзіме. Жоқ қой ондай. Яғни проблемасыз тірі пенде жоқ деген сөз. Жер бетінде, жалғыз Қазақстан емес, жер бетінде өмір сүрген, жаһанда өмір сүрген пенденің бәрінде проблема. Ал енді осы проблеманы шешу үшін мен осы 4 жауырынды 4 құбыла ғой, иә. 4 құбыла. Қазақ айтады ғой, қазақта мақал қылған ата бабамызы: 4 құбыласы тең пенде бар ма дейді. Ондай жоқ. Енді бұл неге 4-өө болып тұр? Мысалы былай, жаратушы иемнің жер жаһанды жаратқанда енді былай жаратты ғой, мысалы ауа, аспан, жер, су. Егер осы 4-өө болмаса, тіршілік болмайды деген сөз жер бетінде. Енді ауа жарылып кетсе, аспан қағайылып кетсе, жер жыртылып кетсе, ол белгілі. енді болмайды, тіршілік жоқ қой. Енді ары қарата айтқанда оңтүстік, солтүстік, батыс, шығыс, міне 4-өө. Ал оның біз ешқандай шекарасын таба алмаймыз, пенде таба алмайды. Әр десе міне қараңыздар, ай мен жұлдыз, күн мен түн. Адамның өмірі күн мен түн. Адамның өмірі ай мен жұлдыз. Біреуге ай туады, біреуге жұлдыз туады, біреуге түн туады, біреуге күн туады. Адамның өмірімен байланысты дүние бұл. Ал енді және адамның өмірі 4 мезгілден тұрады. Көктем, жаз, күз, қыс. Пенденің басынан көктем де өтеді, жаз да өтеді, қыс та өтеді, күз де өтеді. Сонда бұл адамның өмірімен байланыстырылған қасиетті 4 жауырын.
Осы жауырынмен жұмыс жасап отырған мен міне 36 жыл болады. 90 жылдан бері істеймін осы кабинетте. Сосын арасында қорғасын құйып келген адамдарды аластап отырамын. Қорғасын өте қасиетті зат. Қорғасынмен кешегі көшпенді бабаларымыз індет ауруларын, халыққа келе жатқан жұқпалы ауруларды қорғасын құйып тазартып отырған. Себебі бұл қорғасынның өзінің құпиясы бар. Адамға қорғасын құйған кезде адамның ішкі жан дүниесіндегі қауіп қатер келе жатқан дерт мына қорғасын сыртқа шығарып, соны көрсетеді. Оны ата бабаларымыздың кереметтігін қарамайсыз ба? Осының өзін қорғасын деп ат қойып отыр ғой енді. Адам затын қорғасын деген үлкен мағынада қорғау. Ұшықтап жүр өзіңді өзің. Қазақта ұшықтау деген бар. Осымен өзіңді қорғап жүрді. Сумен ұшықтайды, тұзбен ұшықтайды, қара топырақпен ұшықтайды, қорғасынмен ұшықтайды. Сонда қазақ ата бабамыз кешегі көшпенді бабаларымыздың ұшықтау деген әдісі қалған. Біз ойлаймыз ғой, қойшы ұшықта тұрған не бар? Олай емес. Ұшықталмаған нәрсе, менің бабам өзі кітап ашқан кісі еді, әкемнің әкесі. Сонда атам марқұм айтып отыратын. Ұшықталмаған дүние ұшынан тиеді деп. Соның мағынасын сұраймын ғой. Ұшынан тиген деген не дегенімде, ана көз сүйген адам дейді, ақыры сол қара энергия бойынан кетпесе, түбінде сол дерт болып жабысып, ұшынан тиген деген сол адам ол ешқандай дәріге де, емшіге де ешқандай көмегі болмайды, ақыры ұшынан тиген. Ұшынан тиген дерттен сақта деген қазақта мақал бар. Ал енді осының барлығын логически ойлап отырсаң, қазақтың өз ақ емші бол, әрбір қазақ емші, әрбір қазақ ұшықталып жүрсе, әрбір қазақ өзінің жаңа деңгейін біліп жүрсе, әрбір қазақ өзін өзі қорғап жүрсе, анау айтқан, мынау айтқан дегенге тұра шауып, қол болғанның артынан жүгіре бермей, өзінің жаңа білімін сақтаса, өзінің денсаулығын сақтаса, өзінің ата бабасын тастап кеткен осындай қасиетті дүниелерін пайдаланып жүрсе, әрине Алла сақтанғанды сақтаймын деген екен Алла ғой. тағалам айтқан ғой, сақтаушы бір Алла. Ал сақтанғанды сақтайын дейді. Алла тағалам айтады екен, пендем, мені мойындамайтын болсаңдар, тарының қауызына сыйғызып жіберемін, жер жаһанды дейді екен. Тарының бір тарының қауызын сонда есептеңдер. Бір түйір тарының қауызына сендерді жаңағы енгізіп жіберіп жоқ қылам дейді екен. Алла тағалада. Енді оның барлығын біз қазір бір кішкентай 15 минут айтып жеткізе алмаймыз, бірақ бұл қазақтың ата бабадан келатқан ырымы емес, бұл кәдімгі дәстүрлі емнің түрлерін айтып отырмын. Алмажан, сол енді айналайын. Рахмет. Енді сізді өз келіп, емделіп, осы қорғасын құйғызамын дейтін адамдар болса қайдан табады? Жоқ, телефонымды жіберсең болды ғой, менің нөмірімді. Өзіңіз де айтып өтсеңіз, осы отырған жеріңізді. Мен мынау Байзақова 299 республикалық емшілер орталығында отырмын. Мемлекеттік кәдімгі лицензиямен отырмын. Өмір бақина берілген жаңа 5-срочный дейді ғой енді. Қанша ғұмырым қалды сонша. Осындай мемлекеттік лицензиямен жас кезі, міне лицензиямен отырған адаммын, анау документтен жауапта тұр, лицензияны түсіріп жібереді. Апамыздың жас кезі, міне. Сондықтан 12-ші кабинет Байзақ көшесі 299 республикалық емшілер орталығында 12-ші кабинетте 90 жылдан бері жұмыс жасап келе жатырмын. Енді халықтың батасын алып келе жатқан адаммын, енді шынымды айтсам. Көп рахмет. Енді апамызды балаларын шошынып қалған, тағы да бір қиын неден болады. Соларды келіп тіл көзден осы емдейміз деп сөйтіп ойласаңыздар, апамызға келсеңіздер болады. Тіл көздің өзі бір ғой, ракпен аяқталады ғой. Сондықтан ол деген ауыр энергия ғой, тіл көз деген. Біреудің ауыр энергиясы екінші адамға өтіп кетеді. Сондықтан да бұл тіл көзден адам баласы өте қатты сақ болып жүрген дұрыс. Сақтанып жүрген қазақ тіл көзден. Ал жақсы, енді өзіміздің көрермендерімізге қазақта жақсы сөз бар, ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол ізде деп, сол енді
аллада сақтанғанды сақтаймын деген өздеріңізді сақтап жүріңіздер, энергияларыңызды осындай Тазартып. апаларымыз арқылы тазартып жүріңіздер дегім келеді. Бәріңізге ұзақ ғұмыр, зор денсаулық тілеймін.